Қазақстандық шоу-бизнес жұлдызы Мөлдір Әуелбекова сүйіктісімен түскен кезекті фотосын жариялап, желіде қызу талқыға қалды. Ғашығымен құшақтасып тұрған әнші жанкүйерлерін тағы бір мәрте қызықтырып қойды. Желідегілер өнер иесі жақында екінші рет тұрмысқа шығатынын болжауда. Мөлдір Әуелбекова жеке өмірін енді жасырын ұстағысы келмейтін көрінеді. Эстрада жұлдызының Instagram парақшасында белгісіз азаматпен түскен суреттері жиі шыға бастады. Бұған дейін ер адамның қолынан ұстап тұрған фотосымен бөліскен әнші бұл жолы онымен құшақтасып тұрған сәтін жариялаған. Өнер иесі желіде тек қана махаббатқа қатысты жазбалар қалдыратын болған. Сәрсенбінің сәтті күні, жаңа қуанышты өміріміз басталды. Альхамдулиллах, бақытты құшағында, деп жазды Әуелбекова. Оның жүктеген суретін қарап, қос ғашықтың табиғат аясында демалып қайтқанын аңғаруға болады. Желідегілер бірнеше жыл бұрын ажырасып кеткен әншінің қайтадан махаббатын кездестіргеніне аса қатты қуанып, оның шынайы бақытқа әбден лайық екенін жарыса жазған. Көпшілік Мөлдір Әуелбековаға бақыт тілеп, өз жылы лебізін жаудырған. Бақытты болыңызшы, сіз нағыз махаббатқа, нағыз бақытқа лайық жансыз. Тұрмысқа шығатын сияқтысыз ғой, карантин біткен соң. Жолдасыңызбен қайт қосылғаныңыз дұрыс болды. Өте бақытты сияқтысыз. Ғашықтар мәңгі бірге болыңдар, деп жазуда желідегілер. Айта кетейік, бұған дейін Мөлдір Әуелбекованың бұрынғы күйеуімен қайта қосылғаны жайлы қауесет тарап кеткен болатын. Әнші белгісіз бір азамат өзіне бір мүмкіндік беруін сұрап жүргенін көпке жария еткен.